Сәлем достар, қайырлы күн, қалайсыздар? Мен бүгін осындай молочная девочка тортын жасадым. Оригинал рецепт. Сіздер де жасап көріңіздер міндетті түрде. Және де менің каналыма тіркеліп, видеоның соңына дейін көрулеріңізді өтінемін. Бізге ең алдымен керегі бөлме температурасындағы май, разрыхлитель, сгущенное молоко және де ұн, жұмыртқа керек болады. Ең алдымен осылай жұмыртқаларымды, 3 жұмыртқамды салып, жақсылап миксермен араластырдым. Егер сіздер барлығын салып араластырсаңыздар да болады. Мен осылай біртіндеп араластырып шығамын. Осылай араластырамыз біртіндеп. Бірінші жұмыртқамды жақсылап көпіртіп араластырып, үстіне бөлме температурасындағы майды салып араластырдым. Енді сгущенное молокомды саламыз. Сіздер бір жарым кәдімгі банкадағын қолдансаңыздар болады. Бұл жердегі менің сгущенное молоком сондай өлшемде болды. Бір жарым банка сгущенка қолдансаңыздар вообще күшті болады. Негізінен тестаға қатты әсер етеді сгущенка. Сол үшін бір жарым банка қосқандарыңыз дұрыс болады. Осылай араластырып аламыз. Үстіне разрыхлителімізден бір чайный қасық салдым. Оны да жақсылап араластырып, енді жай-жайдан ұн салып араластырамыз. Осындай әдемі консистенция шығу керек. Енді біз бұл жерде пергаментті қағаздарымыздың бәрін дайындап, мен 4 қағаздан істеп отырдым. 4 қағазды ғана дайындадым. Солай осылайынан 3 қасық тестамызды, қамырымызды салып жайып шықтым. 3 қасық. Осылайынан әдемі бір келкі қылып барлығын жағып дайындап алдым. Осылайынан пісіріп аламыз. 180 градуста 5 минут, 6 минут ұстасаңыз жеткілікті болады. Енді келесі бізде осы тортымыздың кремін дайындаймын. Бұл жерде творожный мен кәдімгі сахарный пудрамды жақсылап араластырып алдым. Оның үстіне 500 мг сливкимді салдым. Осылай араластырып, әдемі кремдерін дайындап алдым. Крем өте қою болды. Крем міне осындай әдемі болып шықты. Енді келесі бізде тортымыздың корждарын пісіріп мен дайындап қойған болатын. 9 корж шықты. Міне осындайдан сарғайтып пісіріп алсаңыздар болады. Қатты қызартудың қажеті жоқ. Міне енді мен осылай кольцоға салып жинадым. Бұл жерде менде бір қателік кетті. Мен астына подложка қоюды ұмытып кетіппін. Сіздер міндетті түрде ұмытпаңыздар, қойыңыздар, себебі тортты сәндеп, әсемдеп тегістеген кезде бұл қатты рөл атқарады. Міне осылайынан кремді жағып, торттарымды қатарынан құрастырып шықтым. Менде жаңа айта кеткенде 9 корж шықты.
тортымызды осылайынан құрап, мен уже мына жерде құрадым. Құрап болдым. Енді кольцомды шешіп, тортымды бір тегістеймін. Тортты бір тегістеп шығамын. Өздеріңіздің қалағандарыңыздай қылып сәндейсіздер, өздеріңіз білесіздер. Мен осылай бір тегістедім. Мінекей мен тортым дайын. Тортты мен осылайынан әсемдедім. Қазір осылай жем-шидектің уақыты болғаннан кейін осылай әдемілеп рет сәндедім. Ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін.